өндірістік роботтар деп біз бөлген болатынбыз, иә? Жақсы. Мысал келтіріңіздерші, медициналық роботтың іс-әрекеттері қандай болды, медициналық робот? Олар емдейді. Олар қандай болды? Бірнеше роботтың түрлерін айтып жатсыздар ғой, да? Медициналық роботқа мысал келтіріңіздерші, кім айтады? Нұрай? Адам ағзасына күрделі ота жасау үшін өте кіші нанороботтар болады. Өте кіші нанороботтар. Хирург ота жасау және олар массаж және тағы басқа жұмыстар қолданылады. Иә, дұрыс қой, иә? Бәріміз қосыламыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, енді бүгінгі тақырыпты ашыңыздаршы. Бүгінгі тақырып келесі оқулықта 66-шы бетте робототехниканың тарихы және оның келешегі деп. Оқулықты ашамыз, дәптерді ашамыз. Бүгін күннің жарын жазып, тақырыпты жазып қоя қойыңыздар. Жақсы, оқушылар, бүгінгі тақырыпты қысқаша қазір сізге түсіндірейін, сосын артынан сол тақырыпқа байланысты бейне ролик бар, сол бейне сабақта қорытындылай келе ары қарай білімді нақтылаймыз, иә ма? Жақсы, бүгінгі тақырып робототехниканың тарихы дейді және оның келешегі, иә? Болашақта мысалы қандай роботтар шығады деген сияқты. Осы кезге дейін біз мысалы роботтарды, робот десе, біз фантастикалық киноларда, иә, сіз күнделікті мысалға мультфильмдерде, иә, мультфильмдерде көретін едік. Солай ғой, иә, робот десе бір сондай бір фантастикалық жанрдағы фильмдерді көз алдымызға келтіретін едік. Бірақ қазіргі таңда ол не? Фантазия емес. Қазіргі таңда ол робот не болып жатыр? Кәдімгідей өзіміздің күнделікті өмірде де қолданамыз ғой, иә, роботтар. Алдыңғы сабақта сіз айтып кеттіңіз мысалға, робот, біздің пылесостарымыз бар деген сияқты, робот колонкаларымыз бар, иә, өлең тыңдағанда деген сияқты. Иә, робот ұғымын оның қазіргі таңда біз фантастикамен елестетпейміз. Қасымызда жүрген құрал сияқты қабылдаймыз енді, иә. Енді атақты америкалық сол фантаз жанрындағы жазушы ақын өзінің тұжырымдамасында осы роботқа байланысты 3 тұжырымдаманы айтып кеткен екен. Оқулықтан қазір қарап, сол тұжырымдаманы талдайық бірге, иә? Мысалы, қараңыздар, біріншісі не айтады? Иә, робот не екен? Зиян келтірмейді екен, иә, робот, иә? Не үшін? Себебі роботты адам өзі құрастырғаннан кейін, ол роботтың зияны бізге тие қоймайды, иә? Сондай тұжырым. Екіншісі не дейді? Бірінші тұжырымдама онда дұрыс болса немесе сол орындалатын болса, онда не дейді? Екінші тұжырымдамада бұйрықпен жүреді, робот міндетті түрде адамның айтқан бұйрығымен жүреді. Демек, сол екі тұжырымдаманың аясында үшінші тұжырымдама келеді. Не дейді? Робот өз қауіпсіздігін қорғайды. Бір-біріне қарағанда, бірінші екінші тұжырымдаманы қорытындылай келе біз нетеміз екен? Робот өз-өзін қорғайды екен. Жақсы, рахмет. Енді алдарыңызда неден YouTube желісі арқылы видеоролик қарап көріп алайық тақырыпты. Шындығында робототехника тарихы ежелгі дәуірден бастау алады. Біздің дәуірімізден 350 жыл бұрын алғашқы механикалық өлшем пайда болды. Оны ежелгі грек математигі Архив құрастырып, механиканың одан әрі дамуына үлес қосты. Ал адам тәріздес робот 1770 жылы алғашқы механикалық адам кішкентай бала бейнесінде жасалды. Механикалық робот бала үстел басында орындыққа отырып, параққа әртүрлі сөзді жаза алатын болған. Сонымен бірге ол адам сияқты сөздерді үзіліспен жаза отырып, сияқ құтысына қаламды мұқият батырып, хаттың мәтінін түсініп отырғандай басын шайқап қойып жазады. Жазуды аяқтағаннан кейін бала сияны келтіру үшін параққа құм себеді.
Содан кейін оны сілкейді. Бұл робот баланы жасаған француз сағат жасаушысы Пьер Жаке Дро. Кейінірек оның ұлы Андре Дро әкесінің жұмысын жалғастырады. Ол механизмді андроидтар деп атады. Бұл сол заманның тамаша. Алдыңғы сабақта біз айтып кеттік қой, адам бейнесіндегі роботтар қандай роботтар деді? Андроид роботтар дедік қой, естеріңізде ма? Міне сол андроид роботтар арқылы даму тарихын айтып жатырмыз ғой, демек робототехниканың даму тарихы 3 буынға бөлеміз екен. Сол 3 буынды қазір оқулықтан қарап отырып бірге талдаймыз. Бірақ сіз соны компьютерде, ноутбуктарыңызда маған қысқаша түсінікті жазып бересіздер. Түсінікті ма? Тапсырма. Word, Microsoft мәтіндік редакторына кіреміз. 3 буынға өзіміздің түсінігімізді жазамыз. Бұл жеке тапсырма. Жеке, әркім өзі орындайды. Яма? Жеке тапсырманы орындай қойыңыздар. Жақсы оқушылар, келесі тапсырма бізде ойлануға арналған және интернет желісін қалай қолдана аламыз, соны бақылау мақсатында сіздерге мынандай тақырып беремін. Болашақтың роботы атты тақырыбында браузер арқылы, Google Chrome арқылы сіз қысқаша ақпарат іздейсіздер. Түсінікті ма? Болашақтың роботы тақырыбында. Ал Google Chromeға кіре қойыңыздар бәріңіз. Тақырыпты жазасыздар. Қандай ақпарат, кім қандай ақпарат жинады? Бір-екі сөзбен айтуға болады, ема? Орныңыздан тұрып. Айта ғой. 2031 жылы дүкенде сатушылар керек болмайды, олардың орнында роботтар болады. Жақсы, Нұрай айта ғой. 2023 жылы хирург мамандығы қажет болмайды, олардың орнын роботтар басады. Жақсы айта ғой. Мамандар жасанды интеллект 2024 жылдарды тілдерді аудару қабілеті игерді, ал 2026 жылға қарай орта мектеп бітіреді. Айдын айта ғой. Роботизация мен автоматтандыру жүйелерін жыл сайын жаңа деңгейге көтеріледі. 2020 жылы хирург мамандығы қажет болмайды, олардың орнынан робот басады. Сондай-ақ авторлар 45 жылдан кейін адамды 50% жасанды интеллект алмастыруы мүмкін. Ал 120 жылдан кейін барлық жұмыс орындарында тек компьютерлік роботтар жұмыс істейді деп тұжырымдайды. Үй шаруасына арналған робот үй жинау, кір жуау, тамақ дайындау сияқты күнделікті шаруашылық. Бұл роботтар кәдімгі адамның құрылымын қайталайтын алғашқы екі аяқты андроид екен. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша тапсырмаларыңыздың дескрипторларын жинақтап, электронды журнал мектеп еуруға салатын боламын. Әрқайсыңыздың ата-анаңыз және өзіңіз сол электронды журнал арқылы бағаңызды тексеріп қарап отырасыздар. Енді үйге тапсырма бүгінгі сабақта мана айтылды ғой, Айзек Азимов, ол фантаст жазушы, ол бізге не істеген екен, роботтар туралы 3 тұжырымдаманы береді. Сол тұжырымдамаға сіздер талдау жасайсыздар да семантикалық карта есебінде жұмысты үйге жазып келесіздер.